Стефен Карри туралы 10 дерек. Уордл Стефен Карри екінші Стефан 1988 жылы 14 наурызда туған американдық кәсіпқой баскетболшы және ұлттық баскетбол қауымдастығының Golden State Warriors'ның ұпай жинайтын қорғаушысы. Ең жақсы атқыш және барлық уақыттағы ең үздік ойыншылардың бірі ретінде кеңінен танылған Карри командалар мен ойыншыларды көбірек үш ұпайлық соққылар жасауға шабыттандыру арқылы спортта төңкеріс жасады. Ол 4 дүркін NBA чемпионы, 2 дүркін NBA-дің ең құнды ойыншысы, MVP, NBA финалының MVP, NBA All-Star матчының ең үздік ойыншысы, NBA Clutch'тың жылдың ең үздік ойыншысы және алғашқы NBA Батыс конференциясының финалының ең үздік ойыншысы. Ол сондай-ақ 2 дүркін NBA-дан ұпай саны бойынша чемпионы, 10 дүркін NBA All-Star, 9 рет All-NBA таңдауы, оның ішінде 4-еуі бірінші командада және FIBA әлем кубогының ақш ерлер құрамасымен 2 алтын медаль жеңіп алды. Көрсетілген бойы 6 фут 2 дюйм немесе 1,88 метр, тізімделген салмағы 185 фунт 84 килограмм. Карри бұрынғы NBA ойыншысы Дэл Карридің ұлы және қазіргі NBA ойыншысы Сет Карридің үлкен ағасы. Ол Дэвидсон Wildcats үшін ұжымдық түрде ойнады. Онда Дэвидсон мен оңтүстік конференцияда мансаптық рекордтар орнатты және Wildcatsқа 2008 жылы элиталық сегіздікке өтуге көмектесті. Ол 2 рет жыл конференциясының ойыншысы атанды және NCAA бір маусымын белгіледі. Екінші курста 3 ұпайдықтан жинаған рекорды 162. Карри Warriorspен 2009 жылы NBA жобасында 7-ші жалпы таңдау ретінде таңдалды. 2014-2015 жылдары Карри өзінің бірінші лигадағы MVP жүлдесін жеңіп алды және Warriors'ты 1975 жылдан бері бірінші чемпионатына апарды. Келесі маусымда ол бір ауыздан дауыс беру арқылы MVP болып сайланған және 50-ден жоғары ату кезінде ұпай соғуда лиганы басқарған алғашқы ойыншы болды. 50-40-90. Ол NBA тарихындағы ең жоғары мансаптық еркін лақтыру пайызына ие 91% және лиганың 3 ұпайлық соғуда 8 рет рекордын жасады. 2013 жылы ол 272 ұпаймен тұрақты маусымда 3 ұпай соғу бойынша NBA рекордын орнатты. 2015 жылы 286 және 2016 жылы 402 бұл рекордты басып озды. 2024 жылы жеке байлығы $160 миллион. Назарларыңызға рахмет.